тамақты өзі жалғыз жемеген екен. Ешқашан. Тамақ жейді ма, ужин бола ма, обед бола ма, не істейді? Жан-жағына қарай деген, кім бар, кел, бірге жеп алайық. Көршісі бар ма, не бар, шақырып алып бірге жей деген. Жеке өзі, жалғыз өзі жемей деген тамақты. Сол әдетін бүткіл халық естіп біледі екен. Сонда бір өте қатты қарны аш адам 70 жыл бойы санам дейді, санам дейді. Санам деген арабтарда мынау идол дейді ғой, сол идолдың аты бір аты. Соған сыйынады деген 70 жыл я санам деп сәжде жасап сыйынады деген. Рызық бер, мені байта көр деп. Бірақ 70 жылда сол көзі жетіп ешқандай түк пайда болмағаннан кейін саған 70 жыл мен санам дедім, сені бұт дедім, құдай дедім, ризық бер дедім, мені ешқандай алдыға бастырмадың, мені дамытпадың, маған ешқандай пайда да берген жоқсың, зиян да берген жоқсың.